Міне май аш қарынға жейді бұны. Емдікке, лечебный емге. Бұның ішінде құр май ғана, тұз, сосын қара бұрыш, басқа ештеңе жоқ. Мен өткенде суға пісіріп көрсеткем, енді мынаны мантаваркаға буға пісірді міне. Таза май міне, бұрышы бар, қазының май сияқты мінеке, таза май. Бұны шешем шыны май дейтін. Міне, ал көреген дәмін көрейік пісі міне. Керемет. Жіліктің майы сияқты. Шыны май десе шыны май екен. Енді білмеймін, жүрекке тие ме, тимей ме. Жылқының майы ғой енді. Коллаген как раз. Жіліктің майын жеп отыр ғой қазір. Сол бір тілім таңертең аш қарынға әкеме береді. Сол емші айтқан, бір тілімнен артық жемейді. Сол бір тілім жейді бітті. Содан кейін алып қояды, бізге бермейді. Сосын мынау таусылғаннан тағы пісіреді. Мынаны буға пісіргесін, прям майы бәрі өзі ешқандай не қылған жоқ, құр жай кішкене тестім, шұжық сияқты. Суға салсаң, мынаның майы мүмкін сорпаға кетеді енді. Буға пісіргесін бекен, кәдімгі копченый сияқты. Бұны көп жей алмайсың. Ана жіліктің майын көп жей алмайсың, шамалы ғана жейсің. Сол сияқты, сол бір тілім сол жетеді бір күнге. Сосын екінші күн аш қарынға тағы солай жейді. Өте жақсы, пайдалы. Осылай біздің каналды қарап отырыңыздар, жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Біз қуанып қаламыз. Кішкене бізге поддержка беріңіздер.